Сәлем достар, мені каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай керемет самса дайындаймыз. Бізге қажет 180 грамм маргарин пампушка, 2 жұмыртқаны сарысы қажет болады, 2 ас қасық сметана қажет болады. Жарты чайный ложка тұз салып, әдемілеп қамыр дайындап аламыз. Достар, келесі видеода пицца жасау туралы жаңа видео шығады. Соны жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Достар, мына қамырымыз дайын болды. Қамырымыз қатты да болмау керек, жұмсақ та болмау керек. Дәл осылай қамыр жасап, 10 минут холодильникке қоямыз. Қамырымыз дайын болғанға дейін біз фарш дайындаймыз. Бізге 400 грамм фарш қажет болады. 2 пияз дәл осылай кубиктеп турап аламыз. Тұз саламыз. Черный перец саламыз. Зіре саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Фаршымыз дайын болды, міне қыздар. Қамырымызды бөлектерге бөліп аламыз. Дәл осылай самсаны түйе бастаймыз. Түйген самсаларды дәл осылай листерге жайлап аламыз. Міне достар, самсаларымыз дайын болды. Самсаның бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз, бір келкі барлық жеріне. Міне достар, дайын болды. Үстіне қара күнжіт жағамыз. Духовкамызға 180 градусқа 30 минут пісіріп аламыз. Міне достар, самсамыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, оңай әрі жылдам дайын болады. Жесеңіздер, ауыздарыңызда ериді. Мен дәл осылай жасадым. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.